Жетісулай подкаст студиясы, қонақтар тамаша, қонақтар ауыз толтырып айтатындай қонақтар. Таныс болыңыздар, Алмас Өтешев, тамаша, Әлекеңді жақсы білесіздер. Біздің әлемдік чемпионаттан 2 дүркін қола жүлдегері, дұрыс қой Әлекең? Күміс алған 2 рет. Күміс алған сен? 2 рет күміс алған. Құдай қаласа, енді дәл сол чемпионатта қазір алтын алу үшін шәкірттер тәрбиелеп жатсыз. Бұйырса. Азия ойындарының чемпионы. Чемпион Азия болдым. Азия ойындарынан да күміс алып қалдым. Азия ойындарынан да күміс. Әдемі. Еркекте негізі алтын тағуға болмайды дейді ғой негізі. Дұрыс па? Солай шығар енді. Спортта енді бірінші ғой спортта. Және Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері. Бұл жалпы менің естуімше әдеке спорт саласындағы ең үлкен дәреже, Иә, дәл спортшыларға беріледі. Ең үздік дәреже ғой. Біздің генералдар ғой бұл кісілер. Тамаша. Қазіргі таңда Әлекең өзіңіз біздің Қызылорда облысы бойынша жаңағы зілтемір көтеруден аға жаттықтырушымын, аға бапкермін. Қазіргі таңда осы сіздерге қонақ болып осы жерге келдіңіз. Тамаша. Жетісу облысына, Талдықорған қаласына қош келдіңіз. Және келесі қонағымыз осы біздің Әлекеңді Алмас Өтеш бауырымызды осы студиямызға әкелуге себепкер отқан. Өзде жалпы сіз бірінші рет емессіз, Әлеке, дұрыс қой, иә? Бұған дейін? Жоқ, бірінші рет, иә. Тамаша. Негізі біз сізді осы уақытқа дейін шақырғанбыз, сіз уақыт таппадыңыз, иә? Иә, кішкене жұмыс барысымен. Жақсы. Әділет Тілеуғабылұлы біздің Жетісу облыстық жоғары спорт шеберлік мектебінің директоры, өзі де спорттан алыс емес, еркін күрестен спорт шебері. Дұрыс қой? Тамаша. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Біздің Жетісу Лайф бұл жерде талай ғалымдар болды, елге жерге қызмет етіп отқан майталмандар барлығы болды, бірақ спорт саласының үздік майталмандары алғаш рет. Сондықтан да өте қуаныштымыз. Бүгінгі подкаст жастар үшін, әсіресе спортты сүйіп көретін жастар үшін бір келелі ой алады деген ойдамыз. Болды, бұйырса. Тамаша, ендеше әңгіме дүкенімізді бастайық. Білесіздер, кеше ғана қазақтығын әлемге танытқан спортшымыз бар. Қажымқан Мұңайтпасұлы атамыздың туғанына 155 жыл толды. Дұрыс қой? Енді 155 жыл толды. Біздің Қажымқан атамыздың білесіздер күрес саласынан спорттың басқа да саласына ауысып та көріп те жүрді. Талай жастарға үлгі боларлықтай. Енді мынандай дүние, біздің Қажымқан атамыздың кейбір әңгімелерін естіп отырса, қазір жастарға бір аңыз ертегі ретінде естіледі ғой. Қазіргі Қажымқан атамыздың ерен еңбегі, спорт саласындағы еңбегі жастарға үлгі боларлықтай дүние ғой. Келісесіздер ғой? Әрине. Осы жайлы сөз қозғап бастасақ деген ғой жалпы. Қажымқан атамыздың спортқа дейінгі өмірі және оны қазіргі жастармен қалай ұштастыруға болады, қалай ұштастырып жатырсыздар? Мен Қажымқан атамыздың мен ойлаймын да, бізге бір Аллах тағала сол кісінің бір 5-10% күшін берген кезде, вообще ауыр атлетикадан деймін да, может білмеймін қанша килограмм көтеретініміз ше. Аңыз адам ғой ол кісі. Мен былай ол кісінің негізгі өмірлерінің бәрін былай оқығанмын да негізі. Қажымқан атамыздың да бүкіл тапқан табысын бәрін соғыс болып жатқан кезде самолет алып беріп, соған не қылғандарын, ерліктерін мысалы ше. Бірақ одан кейін ол кісі кім Иван Подубныймен мысалға дос болған, әрі сол кісіден сол күресіп үйренген. Ең бір менің не қылатыным осы көп өзімнің статистикаға қарап, спортшылардың қатты атақты спортсмендердің бар емес па? Өмірінің соңғы жаңағыдай қиындықпен өткен екен. Мен сондай бір нені не қылғам ше. Қажымқан атамыздың да өмірінің соңында, сондай Иван Подубныйдың да сондай өмірінің соңында тамағы жоқ, сондай болған деген нәрселерді оқығам. Болған? Иә, болған дейді солай не дейікші. Енді бүкіл кезінде күресіп тапқан ақшалардың бәріне соғысқа самолет алып берген кісі ғой, ол кісі ше бәрін жинап. Содан естігенім енді үлкен кісілерден өзін ненің Астана жақтан болған ғой негізі, туған жері сол жақтан ойдым. Ең соңынан оңтүстікке келіп, Арысқа келіп, сол жерге қайтыс болған екен да ол кісі сол жерде, оңтүстік жақта. Менің бүкіл еңбегімде осы оңтүстік жақ бағалайды деп кезінде мен сондай бір нелерін оқығаным бар енді. Сол енді ол
Қажымқан атамыз, бабамыз ғой былайша, қазақтың бүкіл күш атасын танымасын деп, біздің Қажымқан атамыз. Сондай күш біздің қазіргі дайындап жатқанымыздың бүкіл спортшыларымызға шамалдан берсе ғой, Алла Тағала. Ой. Сондай. Бұйырса енді біз енді спорт саласында күнделікті кіріп қайнап бітпегеннен кейін, көрмегеннен кейін ол жайлы нақты айта алмаймыз. Өйткені сіздер спортта жүрсіздер да, Әділет мырза. Мынандай дүние бар да. Кеңес дәуірінде қазақтың спорты қалыптасқан белгілі бір мектеп жүйесімен қозғалыс жасады. Дұрыс па? Ол бокс болсын, ол күрес болсын, ол жеңіл атлетика болсын, ол ауыр атлетика болсын. Қазақтың жеке бір өзінің қалыптасқан классикалық мектебі болды. Дұрыс па? Енді союздың кезінде солай болған деп біздің бапкерлеріміз айтады ғой, енді барып сол неге барып оқыған, сол жақтан білім алған. Бізді кеше бергі күнге дейін сол Советский Союздың системасымен дайындап келді. Мысалы, біз енді басқа нені білмеймін, біздің Қызылорданың облысын бапкеріміз солаймен дайындап келді баяғыда. Енді сіз жаңа ауыр атлетикадан енді кеңес дәуіріндегі бапкерлерден қазір тәлім алдыңыз ғой. Сол бапкерлермен қазіргі өздеріңіздің беріп жатқан ілімдеріңізде бір мен сіздерге былайынан айтайын да, мен енді қазіргі мына жастар түсінікті болу үшін қазір енді ол система уже ескірді да. Негізі қазір енді жаңа даже ауа райының өзі өзгерді, басқа да көп нәрсе, тамақтың өзі, питаниенің бәрі өзгерді. Мысалға мен былайынан айтамын. Я осы Талдықорғаннан деп айтайықшы, Москваға дейін кезінде сол жаңа системаны айтып жатырмын, тренировочный система, именно біздің ауыр атлетиканың. Мысалы, Москвич машина деп айтайықшы. Москвич машинамен сен Москваға дейін бардың да. Мысалы, енді қазір неше түрлі Гелендвагендер шығып кетті да, түсінтісің ба? Сен Москвич машинамен 6 айда барсаң, қазір уже самолеттер шығып кетті да, түсінтісің ба? Вертолет, ракеталар. Сен уже 5-6 ай жүрмей-ақ, уже бір 2-3 сағатта уже жететін сондай системалар өзгертті кез, дайындық барысында. Мен енді оны үлкен ауқымда неде айтып отырмын да. Спорт питания бар, витаминизациялар бар, мысалы, протеин кіреді, көп нәрселер. Ол допингке жатпайды, ол допинг емес. Одан кейін басқа да сондай тағамдар бар, нелер бар. В общем, енді қазір основа сояқтан алғанбыз. Қазір мысалға менің нем, өзімнің дайындығым кезінде Энвер Түркілері деген болған мықты кісі. Ол кісі сборный Болгарияны тренировать еткен. Ол кісі трехкратный олимпийский чемпионнан 3 рет өткен 2 олимпийский чемпионды дайындаған. Наим Сүлейменов, Халил Мутлу. Сосын тағы бір оқушысы 19 жасында олимпийский чемпион болған. В общем, көп сол кісіні кезінде біз Дәулет Тұрлыханов көкеміз сол кісі алып келген 2005 жылы. Жаңа бапкерді же Қазақстанға. Сол кісі негізі 10 жыл бізде дайындап, осы Қазақстан уровень сол көтеріп кетті да. Негізгі. Иә. Енді қазіргі, мысалы, менің қазір өзімнің нем, мен анау тренерден кезіндегі дайындалған сол жердегі нелерімді, мынаяқтан алып келіп, өзімнің нелерімді неғып жатырмын да. Жеке өзіңіз бір методика ойлап тауып, сол бойынша жұмыс жасап. Методика былайынан өзі айтып тұрмын ғой, жаңағыдай система өзі рывок, толчок бізде бірістен өзі 2 упражнение ғой, өзі сондай поставленный не да уже система да ол өзі. Бірақ жаңағыдай жаттығуларды, дайындықтардың мысалы кезінде біз мысалға Энвер Түркілердің кезінде 1-ші, 3-ші, 5-ші күні 3 тренировка жасағанбыз. Күніне 3 тренировка, ойласаңызшы, түнде жасағанбыз уже. Қалған күні 2 тренировка, тек демалыс күнінде демалдық ше. Енді қазіргі жағдайға байланысты мен 1-ші, 3-ші, 5-ші күні 2 тренировка, қалған күні 1 тренировкадан сөйтіп ауыстырып жатырмыз да. И одан кейін бүйтіп қарасам қазір енді соңғы поколение біз ба деп тұрмын да. Ауылдан қара күш, кезінде қой кезек бағып, отын шауып, шөп. Қазір жастарға бүйтіп қарасам, қазіргі нелер шынымен нәзік та. Магазин өзіне кірсеңіз, мысалы, неше түрлі йогурт дейма, клин, химикат қой, бәрі толып тұр ғой. Мысалы, біз ауылда сол айран іштік, табанан жеп алып, мысалы да, ешқандай. Мен қазір енді өзімнің кезіндегі көтерген балдармен қазіргі балдар салыстырып жатқаным ғой. Басқа спортты енді білмеймін, мен өзім ауыр атлетиканы айтып жатырмын да. Басқа спорт саласына қазір көшеміз қазір. Ауыр атлетика. Сәл андай қалай айтсам болады, нәзік деу ғой, нәзік деу. Нәзік қой балдар ше, қазір ше. Бәрі деп айта аламыз ба? Көп енді, былайша енді 80% нәзік шығар. Енді қазір қарасаңызшы ауыр жұмыс істеп жатқан жоқ қой ешкім, бәрі уже кнопка болып кетті ғой.
даже қазір ауылға барсаңыз ауылдың өзінде де әжетхана үйлеріне салып алған қазір душ ванна бәрі Ауылда- 200 метр жерге барып не қылатын ондай да жоқ қой қазір көрдіңіз ғой балдар шынымен де ше қазір магазинге жаңа айтып тұрмын ғой йогурт не анау мынау бүкіл нені бәрі шынымен қазір мен ойлаймын біз соңғы біз поколение 90-шы жылдардағыға дейін сол біз 95-тер ше мысалы бүйтіп қарасаң қазір 2000-нан былай қарай мысалы мен өзімнің баламда мысалы екі ұлым да еркін күреспен айналысады әлде де бір ішім толмайды да бір анау физикалық тұрғыда бір өзімді көрмей тұрған сияқтымын да бір Ал әттеген-ай бар ғой ана өзіңіздің ойың деңгейіне жетпей тұрады дейсіз иә бір әлсіздеу сияқты ма сондай да білмеймін енді қазір алдағы уақытта көреміз енді өзімнің енді бұл нем ғой көзқарасым ғой енді жұрттың көзқарасын білмеймін мен өзімнің көзқарасым осындай жақсы түсінікті әділет мырза сізге көшейік сіз енді қазір енді мекеменің басшысыз директорсыз директорлыққа дейін яғни басшылыққа дейін сіз боз кілемде күрескен еркін күрестің майталманы спорт шеберіне дейін жеттіңіз аллаға шүкір жаңағы Алмас мырзадан сұрадық сізге де қойылатын сауал бұл кісі зілтемірді айтып берді кезіндегі КСРО дәуіріндегі қазақтың күрес мектебі жақсы дамыған сол күрес мектебінің күні бүгінгіде балаларды да жаттықтыруда басқа да жігерлендіру мақсатында сол спорт мектебінің қалай әсері болып жатыр жалпы енді былай айтып өтсем болады негізі енді советская школа дейді ғой орысша бізде ол негізі ол школаны жоққа шығаруға болмайды негізі қазіргі біздің нақты тренерлардың жұмыс істеп жатқан бәрі сол СССР-де туылған тренерлар жаттықтырушылар көбісі сол кісілерден біз білім ала келе міне қазір Алмас ағам секілді тренерлар ары қарай жастар қосылып жатыр осы кісілердің екеуін қоспасынан қазір біздің өзіміздің школа шығады деген ойдамын осы жақын араларда бір 4-5 жылдың ортасында бұйырса жаңа айтып отыр ғой енді кезінде тағам мен қазіргі тағамды салыстыру өте келмейді кездегі тағамдар құндылық қазір бізде тағам бәрі құнсыз деп айта аламын жаңа айтып өтті ғой спорт бит деді бұрында біздің бала кезімізде біз күрес жүргенде протеин дегенді бізге ол допинг деп айтатын түсіндіретін ол солай болатын ойбай оны ішсең допинг ол болмайды ол жаман әсерін алып келеді деген одан бізді бір шектейтін тиятын ол біздің білімсіздігімізге алып келді негізі ол бір сөзбен айтқан құнарлық тамағының құнарлығын көбейтетін витаминдер ғой витаминді қоспалар қазіргі спортсыз негізі жеуге рұқсат етіле ма бұларда жеуге рұқсат етіледі енді дұрыс иә ол сертифицированный дұрыс жерден алсаңыздар оған ешқандай запрет ешқандай қолданысқа шектеу жоқ негізі әділет мырза жалпы допинг деген дүние бар ма негізі мынау допинг осылай қолданылмайды деген бір сондай зат бар ма әлде ол әртүрлі дүниелерден ба кейбіреулер анау баяғы ойлайды да анау Жан-Клод киноларында бір укол салады да киноларда допинг күшті болып кетеді анау иә допинг деген атау ғой название мысалы анау мочегонный бір нелер бар атын қалай еді ұмытып қалдым соны ішесің анау кіші дәретке шығарта береді да сөйтіп салмағын түсіретін баяғыда сөйтіп салмақ болатын спортшы дұрыс айтады қазір сол допинг мысалы қазір рұқсат етілмейді допинг деп айтады да мысалы сен ол саған ешқандай күш бермейді ол сен просто жаңағы мысалға 3 килограмм 85 салмаққа шығатын болсаң салмағың 88 да мысалы ананы жаңағы 3 таблетканы ішсең сенен 3 килограмм денеңнен суды айдап шығады да кіші дәретпен ше мысалы ол саған ешқандай күш бермейді қайта сенің күшіңді азайтып тастайды да денеңде бүкіл суды неғып шығарып тастайды да и сол допинг дейді мысалы қарашы біздікілер ойлайды да жаңағыдай допинг дегенге бір сондай бір андай бір допинг деген бір дәрі бар екен салып терминатор болып кетесің бір күшті болып кетесің дегенше күшің көбейіп кетеді жоқ оны вот сондай нәрсе да бірақ бір нәрсені ескеру керек та мысалға біздің тренеріміз әрқашанда жаңағы айтады да қара ағаштан қызыл домбыра шықпайды деп ше мысалға ол әр ненің саласында мысалы Димаш Құдайбергенді айтайық ше бауырымыз әнші да керемет айтады ғой мысалы енді Димашқа келіп штангын көтерді деші мысалы ше қозғалта алмайды ол 230 килограммда мен оған кәміл конкретно гарантиямен айтамын да 230 біз көтерген 230-ды орнынан қозғалта алмайды да
енді барып бізге Димаш Құдайберген сияқты өлең айт деші, өмірімізде өлең айта алмаймыз ғой мысалы да. Сондай Аллахтан берген әр адамға өзінің қабілеті дар болу керек та. Икемі ауыр атлетика болсын, жаңағы күреске болсын, бокске болсын. Осы тұста, осы әңгімеңізді сөзіңізді бөлейін. Екеуіңізге де мынандай сауал да, жаңа айттық. Аллаға шүкір тәуелсіздікті алдық, көк туымыз бар, әнұранымыз бар. Жеке желбіретіп, жеке бір өз алдына мемлекетіңді көрсететін дәрежеге жеттік та, Аллаға шүкір да. Чемпион болу үшін оның артында қанша еңбек, қанша тер, қанша күш, жігер жатыр да, Әділет мырза. Әрине. Ал чемпион болу үшін бала бойында қандай қасиеттерге ие болу керек жастайынан? Жаңа сізге айтып тұрмын ғой, мен тағы да сөзімді ары қарай айта кетейін. Жоқ болса, былайынан да мысалы кейбір бапкерлер бар, 20 жыл, 30 жыл бапкер болған кісілер бар да, бірақ бірде-бір олимпийский чемпион шығармаған да. Ол бапкердің білімсіздігінен емес, өйткені оған дұрыс материал түспеген. Материал деген бала ғой, 10 жасар, 6 жасар бала ше, талант бала да. Түсініңіз ба? А кейбір бапкерлер бар, мысалы 10 жыл тренерлік жасады, әлем чемпионын дайындаған бапкерлер бар да, көрдіңіз ба? Өйткені 10 жасар баланы алып, 20 жасында не шығарады да уже, көрдіңіз ба? Чемпион шығарады. Чемпион мира ше, әлем чемпионы, олимпиада, көрдіңіз ба? Сондай ғой бұл да. Бұл кезде мысалы мен айтатын, әр тренерге мықты бала түсу керек қой. Сол мықты баланы іздейсің, сол түссе қолыңа. Жаңағындай ғой, тоже бұл аттардан сондай ғой. Бәрі мысалы жылқыда. Ішіндегі шабатыны жаңағы кабирхандар бөлек қой мысалы. Жоқ, енді сен алдыңа енді 10 бала келіп тұрса, мен сені тренер саған сені жаттықтырмай, мен сені аламын. Жоқ, енді бізде мынандай ғой, жаңағы қазір бапкер болып жұмысқа тұрсаң, өзің Әділет біледі ғой өзі, мысалы директор. Жаңағы бізге группаны полный жинайсың. Мысалы, бірақ қазір мен осыны тоже айтып жатырмын да, негізі біздің Қазақстанымызда, мысалы, мен тек қана штангыны айтайыншы, мысалы да, 1,5 ставка алу үшін қанша? 30 бала ма? 42 баладан. 42 бала. Болу 42 балаған жаттықтырушы болу керек, егер 1,5 ставка. Иә, бір группасында. Бір группасында. Бастапқы топ. Иә, бастапқы топта, мысалы да, 42 бала болу керек. Ойлаңызшы. Сен мысалы бапкер болып жұмысқа келдің, сен 42 баланы жинауың керексің да, 10 жасар балалардан мысалы да. Мысалы, ол басқа спорттарда енді келетін шығар, бірақ біздің штангыге мысалы сен 42 адамды, баланы деген, тау деген ол деген. Ол қиын ба? Мүмкін емес қой ол. Мысалы сіз өзіңіз балаңызды штанга бересіз ба? Ойбай, анау бүйтіп қалады, мынау бүйтіп қалады. Жоқ, неге? Жоқ, Әлеке, мен өз баламды мысалы бермеймін. Ауыр атлетикаға ма? Мен баламды бергім келеді, мен күреске. Сол ғой. Жоқ, Әлеке, мен оған себеп бар. Мен өзім спорттан қатты жақын емеспін, ауылым алыс. Менің әйелім дзюдомен айналысқан, спорт школда оқығаннан кейін біз дзюдоны жақсы көреміз, отбасымызбен дзюдо көргенде. Енді мына қараңызшы, мен өзімде мысалға жоқ, сіз өзіңіз ауыр атлетикамен айналысып ауыр атлетикамен айналысам өзім. Олдар еркін күреспен айналысады. Екі балам айтады, біз күресеміз дейді да, басында жүземіз деді, мақұл бала ғой өзі білсін деді. Одан кейін футбол ойнаймыз деді, мақұл өзің білші. Таэквондист боламыз деді, бір күн мақұл өзің біл, мен біліп тұрмын ғой енді қазір өзі келіп тоқтайды өзі. Сосын келді да екеуі күресеміз дейді да. Сосын ана екіншім шамалы штанга көтерсе екен деп ішімде не қылдым да былайшыншы. Қабілетті көріп тұрсыз ба? Көріп тұрмын да олайынан сен күресем дейді, мақұл күресем. Сол. Мына жерде қоса кетейінші, жаңа айтып отыр ғой Алмекең. Негізі мықты спортсмен болуы мүмкін де, кейін болашақта ол мықты тренер бола алады деген ондай қағида жоқ та. Біреу бір спорт саласында бір жетістіктерге жетпеуі мүмкін, жат тренер ретінде мықты бапкер болып кетуі мүмкін. Негізі ол практикада өте көп кездесілген. Мысалы, мынадай кейбіреу мықты спортсмендер балаға үйрететін кезде кішкене психологический, бір нервный болып, ондай бір дайын емес болады да. Өйткені өзі тез іліп алады, жас кезінен приемға деген икемі бар, бір жақсы да. Ал ол балаларға үйреткен кезде бір шыдамы келмейді да. Неге мен жасымда өзім осылай жасаушы едім, осылай тез үйренуші едім, бүйтуші едім деп, қазіргі балалар оған неге икемсіз деп, кішкене тренерлердің сондай шыдамшылықтары да бар. Негізі бай ғой, қалай айтсам болады. Мықты олимпийский чемпион мысалы бізде Талахадзе деген бар, жаңағы грузин. Тренері олимпийский чемпион,
оқушысы олимпия чемпионы. Жаттықтырушысы да чемпион. Иә. Олимпиаданың. Бірақ мынандай да негізі әділеттің айтып тұрған сөзінің жаны бар. Көп профессиональный мықты спортсмендер көбінесе тренер бапкер болмайды да. Уже сен аптан анаған тойғансың ғой короче ше. Уже нервің жетпейді да. Сен ойласа ана 10 жасар балаға сен қайтып үйретесің, оны түсінбейді қалды. Вот көбінесе мысалы мықты спортсмендер көбінесе ондай. Ал керісінше мысалы мықты спортсмен болмаған, спортшы болмаған, солар мықты бапкер. Көбінесе статистикада солай дәлелденген да былайша негізі. Кәма жаңа біздің спортивный тілмен айтқанда мешок дейді ғой. Мысалы мешок спортсмен болған, мысалы шынымен мықты бапкер болады да. Төзімді. Азарттау да өйткені ана Өзі жетпеген жетістікке. Өзі жетпеген болғанша сондай азарт болады да кейбіреулерінде. Енді ол негізі менің ойымша білмеймін, адамның өзінің ішкі несіне байланысты ғой, жаңағы талпынысына, несіне ше. Мысалы менде қазір мынандай да ішіндегі сезім қалып қойды. Бір нәрсе жетпей қалды да маған ше, бір. Айтып тұрмын ғой, армандап, олимпиадаға мен 8 ай қалғанда екінші олимпиадамда допинг дауына кетіп қалдық қой біз. Сол мен олимпийский пьедесталды қатты аңсадым ғой мен. Одан кейін мен көтерген салмақтан 221 килограммен алтын алып кетті ғой. Деген ай бар дейсіз ғой. Мен 230 көтеріп, жаңағы лицензия алып 8 ай қалып тұрғанда 230 көтерген. Бразилияда олимпиадаға 221 мен алтын алып кетті. Вообще анау бір не бар, литовец штангист бар, атын ұмытып қалдым ғой. Дизбалис бет кім еді? Менің қарсыласым болған тоже. Сол 217 килограммен 3-ші орын алды қола олимпиадада. А мен бірінші подходы 220-дан бастайтын дауым. Ойласаңызшы. Мен бірінші подходым 220-дан мен бірінші бастаймын шығып. Ал ана 217-мен қола алып кетті. 220-мен алтын алып кеткен кезде маған действительно ішіне, өйткені мен бала кезден армандаған арманым бір сәтте жоқ кетті да. Сол кезде мен шамалы оны бүкіл Қазақстанда біледі, сондай қателікке, сондай неге барғаным ше. Енді қателік емес, оны біз айтпаймыз, енді оны ішіңізде болып жатқан алай-дүлейлер ғой. Кішкентай бала кезден арман ары қарай. Сол ол да қиын да, мысалы көп спортсмендерді мен түсінемін да. Мысалы сен қатты уже жаңа фиг форма дейді ғой, фиг. Ол тек қана ауыр атлет емес, бокс болсын, күрес болсын, дзюдо болсын. Жаңағындай ғой. Момент қой, алдына мысалы травма алып қаласың да. Сен бүкіл ойлашы, 15-20 жыл дайындығыңыз бір-ақ кезде жоқ болып кетеді да. Сондай ең өкінішті сәті, иә? Спортта сондай да бар, иә. Мысалы момент травма аласың. Мысалы болды ғой бізде ауыр атлетикада. Қолында сындырып алды, аяғында, ол тек қана штангида емес, любой не. Сол үшін де жаңа қазақта айтады ғой, жаңа бақ шабама деп ше. Негізі сол бағың мен бабың қатар шапса, сол не да, короче. Сол жетістік қой дейсіз. Иә, сол екеуі бірдей. Ерлан мырза, қазір қарап отырмын да бақылапшы. Алмас мырза, мысалы жаңа айтты ғой, перисталды сағынып отырмын деді. Енді ол жеңіс тұғырына шыққан деген өзі бөлек қол ол дегенше. Ол әсер жеткізу енді қазір Алмас өзі айтып өтер ол кісі көп сезінді ғой бізден қарағанда. Енді оны сезіну өте бөлек қой. Енді бұл кісіден қазір байқап отырғам, сол сезімді бір қайталағыз. Өзі бір спортшы дайындап бұйырса, бір олимпиада медалін алғызып, сол сезімді өзі сыртта отып сезінсе деп ойлап тұрмын да, сондай сезімге. Бұл құлшынысы бар, жұмысына деген жігерлігі, біз осы Жетісу облысына шақырттық, бұл кісіні келді, қолдады бізді, біздің спортшыларымызға бар өнерімен қазір бөлісіп жатыр. Сонда Әдеке, біз бірігіп бір жұмыс жасап отырмыз қазір. Сіз бұл кісілерді қазір бұл кісінің жаңағы спорт саласындағы шеберлігін, жаңағы білімділігін пайдаланып жастарға өткізіп жатырмыз. Оқу жаттығу жиынына кетті деген дүние осы ғой негізі. Иә, біз бір-бірімізбен біздің жаттықтырушылар білген, бұл кісі өзін білген, бұл кісінің жеңіске жеткен жолымен өзін тәжірибесімен алмасып отыр қазір. Тәжірибе алмасып. Қазір бізде осы 2026 жылдың ең үлкен додасы келе жатыр. Қыркүйек айында Азия ойындары. Бұл кісі енді Шүрез Азия ойындарына қатысқан, мен білуімше. Енді 2006 жыл, 2010, 2014
үш неге қатысқан мен Азия ойындары. Азия ойындары әр 4 жыл сайын. Дәл Олимпиада сияқты болады, ол жарыс. Бірақ тек Азия құрлығы ғана ғой бұл. Қалған не қатыспайды, тек Азия несі ғана қатысады құрлығы болды. 4 жылда. Енді бұл Азияда штанга түріне тоқтайтын болсақ, өте азиаттар мықты штангадан. Жалпы, иә? Жалпы мықты. Қытай мықты. Кішкентай салмақтан, мысалы, 77 салмаққа дейін. 56-60 сондай салмақтан бастап 77. Одан кейін Азияда иранецтер мықты, өзбектер мықты. Қазір қырғыздар да жақсы көтеріп жатыр. Біздің қазақтар бар, біздің оңай емес. Бәсеке жақсы. Бәсеке, мощный бәсеке. Мүмкін енді ондай дүниеге, ондай азиаттардың мықты болу жаңағыдай басқа да бізден, Қазақстаннан бөлек мемлекеттердің спортшылардың мықты болу, мүмкін оларда андай бір жемқорлық жоқ шығар. Болмаса оларда жаңағы допинг дауына ілігу мәселесі жоқ шығар оларда. Сондай дүниелер әсер болмай ма? Енді допинг дауы ол бізде емес, ол бүткіл мемлекетте бар дүние. Енді наоборот бізде аз шығар деп ойлаймын. Көбіне керісінше, иә. Өйткені біз оған енді келе жатырмыз, бір препарат. Біз жаңа айттық қой, біз елдерде бұрыннан бері жаңа протеиндер дәріптеп, соны ішіп дайындалып спортшылар нетіп атса, біз сол протеинға негізі міне енді келдік деп айтсам болады, көз жетсек. Негізі спорт питсіз қазіргі таңда, енді мен қазіргі спортты айтам. Үлкен спортта не жоқ, шанс жоқ деп айтсам болады. Неге? Өйткені бұл витамин не деген адамның жаңа алмас айтты ғой, пикті ұстап тұру спорт үшін өте қиын. Ол өзің пигіңді ұстап тұру, оған жету, оны сақтап қалу, оны бұл кісілер арнайы осы жарысқа жоспарлап соған келеді де. Оған қанша уақыт жаттығу, травма, тамақтың құнарлығы, оның бәрін жаңағы диетологтармен, психологтармен жұмыс істей. Бұл командалық жұмыспен келетін нәрсе ғой. Спорт үшін. Мысалы, былай ғой, спорт питаниенің ішінде, мысалы, бүкіл витаминдердің бәрі соның ішінде ғой. Мысалы, сіз ойлаңызшы, сіз мысалы, күнделікті мынанша ет жеу керек, мынанша балық жеу керек, мынанша фрукты жеу керек, мынанша не жеу керек, мысалы, да, мысалы. Сіз оның бәрін бірден жемайсыз ғой, ол ішіңізге де сыймайды да, мысалы, оның бәріне жеген ол кейбір мүмкіндігі де жоқ, түсініп мысалы, черный икраны аласың, ана икраны, мысалы, ет, анау. Негізі анау былай немен жасалған спорт питание, порошок түрі ғой, ана заменяющий ғой, түсініпсіз ба? Орын басады ғой. Орын бар. Бізге сол ыңғайлы да спортшыларға. Бүкіл витаминдерді сол немен ішкен. Өйткені біз ананың бәріне, мысалы, оны жей алмайсың да ғой, мысалы. Қазір ол спорт питаниеге негізі мен Америкада әлем чемпионатында болдым. Магазиннің өзінде сатып тұр ғой, ояқта ше. Халқы да үйренген, мысалы. Бара жатқан протеин, нелерді, гейнер, соның бәрін сатып алады да. Жаңағыдай қарны ашқан кезде, мысалы, обедтен кейін кешкі аспен ойқа құртады, мысалы, қарны ашады ғой. Дайындайды да 300 грамм протеин ішеді, жұмысын істеп жүру керек. Түсіндіңіз ба? Қарны да тоқ, витамин бәрі. Оны жаңа біз айтып тұрмыз ғой. Оның аштығын басады, бұл дүние? Біз әлі шамалы, енді айтып тұрмыз ғой, қазір бізде уже халықтың да бәрін көзі ашылып, қазір бәрі білімді, соған уже өтіп жатыр, қазір жаймен. Бәрі сол спорт питаниеге ше. Негізі бұл спорт питаниенің бәрін ең несі біз штангистер, профессор біз болды ғой деймін ше, негізі. Ішіп бастап осы Қазақстанда бәрін көрсеткен. Өзімізден өткіздік дейсіз ғой бәрін. Қайсы дұрыс, қайсы дұрыс. Қайсыны көріп па? Өйткені сол басында мысалы көбісі түсінбеді да, ол біріншіден ше қымбат ол тағы да. Анау протеин пәленше, анау пәленше, мынау пәленше. Бірақ оны ішкеннен кейін жаңағыдай комплекспен ішу керек та. Бір протеинді алып алып, мысалы протеин аласың, қасына оны креатин аласың, БЦА, аминокислоты, бәрін алып ішу керек та негізі. Мен мысалы кезінде маған облыс көмектесті. Облыс алып берді витаминдерімді. Жетпей қалғандардың өзі мен айлығым жақсы болды, мен өзім үшін алдым да оны. Өйткені маған сол үшін орын алып келгенім үшін үкімет жақсы айлық төлейді. Мысалы орын аламай ана жақтан ұтылып қалсам, мысалы менде айлықта ешнәрсе де болмайды. Только мына спортшылар мынаны түсінсе деп ойлаймын да, бұл витаминдерге қатты тоже құнығудың да қажеті жоқ та, оның да бір кері әсерлері де бар да, бұны арнайы мамандарменен ақылдаса келе ішу керек.
Бұл кісілер енді граммажы қойылу керек. иә әрине қай витамин саған жеткіліксіз, қай витамин көп деген осыны қарау керек. Но сен бұл витаминдерді ішіп мықты спортсмен болып кетесің деген қағида жоқ. Өйткені бұл тактика, техника, психологический дайын болу керек. Бұл бәрі тер еңбекпен келіп, бұл соның ішіндегі бір 10% жұмыстың бірі. Бұл витаминизация. Жаңа екеуміз Алмас екеуміз келіп сөйлесіп келе жатырмыз да, айтып келе жатырмын. Спорт деген негізі көптеген спортсмендерге мүмкіндікшілер қазір жасалып жатыр өкімет деген. Ешқайсысын бір шетке қалдырып жатқан жоқ. Көптеген есіктер ашылады спортшыларға деген. Қай жерге қазіргі бейбіт заманның батырлары енді осы спортшыларымыз ғой енді. Осы ағаларымыз. Спортқа қазір енді қатты көңіл батырмын. Негізі спорт Башаға әлемдегі бірінші тұр ғой негізі. Қандай не болсын, өнер мен спорт екен. Иә, келісем. Өнер мен спорт. Келісем. Спорт өнер ғой, бүкіл әлемде мысалы. Кино саласы болсын, әншілер болсын, спорт болсын. Қазір жұлдыздар қатар жүріп жатыр ғой мысалы. Әлемді қазіргі таңда ең жоғары деңгейде біріктіріп тұрған бұл қазір экономикадан да жоғары дәрежеге көтерілген бұл спорт, сөзсіз, Спорт қазір мысалы. Мына туымыз екі-ақ уақытта желбірейді екен ғой, өзіміздің президентіміз барғанда және біздің спортшыларымыз жеңіс тұғырына көтеріліп, неткен кезде ғана әнұранымыз қалып, ең керемет сезімдер деп жаңа айтып жатыр. Мен де жаңа нелерге айтамын да, спортшыларға, спортшы болғаннан кейін жаңағыдай біз ана қазір элитада, сборный құрамада жүріп, сондай неде вот сол ең кәдімгі осы ненің несі ғой, жаңағы спорттық өмірдің жұмағы деп айтсаң болады ғой. Тәтті кездері дейсіз ғой. Сіз болдыңыз ол кезде. Әрине мен 10 жыл мен құрамада жүргенмін да, мен 10 жыл бойы. Сізді 10 жыл бойы мемлекет асырайды ғой былай айтқанда, Иә, сол ғой. Мен 10 жылдан бөлек мен еще спорт мектеп интернатында оқыдым ғой. Тоже мемлекет асырады. Соны айтып тұрмын ғой жаңа, ана допинг дауы болып, мені сол бір күннің ішінде айлық бәрін алып тастады ғой. Сол кезде мен в общем мынау өмірге дайын емеспін да. Сіз ойласаңызшы, мен тек азана кешке шейін ғана тренировка, өмірім бәрі тренировка. Былайынан даже құдайдың шегесін қағып, бір үйдің сыртында слау дегенде де білмейміз ғой мысалы. Ол шыны керек та, өмір бақи залда жүрген адам. Сіз спортқа неше жасыңызда келгенсіз? Былайша мен қазақша күреспен айналысқанмын ауылда. Бізде сол қазақша күрес спорты ғана болған. Алғашында? Иә, ауылда. Одан басқа бізде ауылда спорт болмаған. Сол қазақша күреспен айналысып, спорт интернаты Қызылордада ашылды 2001 жылы. Сол кезде мен 2001-де көрдім. Өйткені кешігіп қалдым ол кезде. Экзаменге, бәрі емтиханға бәрін. Дайындалып 2002 жылы келдім. 2002 жылы келген кезде өзі білесіздер ғой, қазіргідей қазақ барысы ондай жоқ, ешнәрсе дамымаған кез. Иә. Сон зудоға таза зудоист балдарды алған. Оны неге? Грек-римге таза грек-римге тапсырдық, біз грек-римге алмады. Сөйтсем жаңағы штанга деген спортты вообще білмеймін да, мен. Спорт бар екен. Тяжелая атлетика деген вообще. Былай штанга деген, былай рывок, талшық, тяжелый атлет деген өмірімде көрмеген ондай ауылдан. Сөйтсем жаңағы бапкерлерім артымнан аңдап жүріп тұр, мен дурникке тартылып жүгіріп экзамен тапсырып жатқан кезде ше. Келеді штангист боласың ба дейді, тяжелый атлетика барасың ба, оны мене деймін ғой. Жүріп кеттік деді, алға апарды, иләйлен жүр, рахат, қуаныш жүр. Роман Русановский аяқтары бұлтық денелер, андайды кинодан ғана көрген, телевизордан же, качоктарды же, андай живой көрді. Болды, қатысам деймін ғой штангіге. Сөйтіп штангіге кеттім ғой. Бұл қанша жастасыз? Өзі 14 жастан. Бұл негізі ауыр атлетика саласына келуге 14 жас деген кеш жас па негізі? Негізі, байша негізі кеш қой. Мен айтып тұрмын ғой сол, может 10 жасымнан бастап 6 жасымнан Илямен бірге келген кезде тоже нормально көтеретін едім деп ше. Иля 6 жасында келген? Иля 6 жасынан келіп былайша. Иля ар жағынан мысалға, Иля өмірі мен Иляның салмағы көп болды мысалға да. Иля 94-те олимпиаданы ұтқанда мен 85 салмақта ұтар ма едім может ше. Кезінде Илямен бастаған кезімде, Иля 94-те олимпийский чемпион болса, мен 85 салмақта олимпийский чемпион болар едім. Иля сияқтыны. Мен келдім, уже мен келіп енді штангын 0-ден бастағанда Иляның чемпион Азия болған ғой, рекордсмен Азия. Мен штангын әліппесімен әліп, андай палка оқтау ше, оқтау, темір оқтау ғой, андай палка.
сондай мен техника үйретіп отқан кезде Роман Русановский, Илья Ильин екеуі Азия чемпионы, рекордсмен Азия тауын. Мен нөлден бастаған кезімде. И мынау недегі осы Талдықорғандан үштөбелік досым марқұм қайтыс болып кетті, Седов Владимир. Ол 137 ірі бокс деген кезінде Семейде, әлі есімде, Семейде чемпионат Қазақстанда. 137 ірі бокс дегенде мен 90 килограмм талшық істеген. Түсінтіс ба? 90 мен вообще ең соңында оны. Сөйтіп келіп сол 2012-2013-те уже мен сондай салмаққа жеттім. Шамалы бір 10 жастан бастаған кезде деймін да, кейде өзімде ойлаймын да, может 10 жастан, 6 жастан бастағанда, может сол 2008-дегі Олимпиадаға, может сол Седоптармен бірге барар ма едім деп ше, елдермен бірге ше. Өйткені Владимир Седов 2008 жыл, олар мен үшеуміз де құрдаспыз, 88 жыл емес, 1988. Екеуі де Пекин Олимпиадасына қатысты. Кім Илья 94-те олимпийский чемпион болды. Иә. Владимир Седов 85 салмақта 4-ші орын алды. Тоже жақсы көтерді, 180 ірі болып, 200 талшық. Чуть-чуть қалды медаль алуынаш. Оққаныңша. Тұрмын, сол мен кеп енді бастап кәмді оқтаудан көтеріп атқан кез олар чемпион Азияда ғой. Сөйтіп мен Седовты сөйтіп келіп, сол 2013-те әлем чемпионатында неде Польшада, Вроцлав қаласында сол жерде жарыстық. Сол кезде ана неден Лондон олимпиадасында 2-ші орын алған орыс россиянин Иванов Ильядан біздің ұтылған. Сол әлем чемпионы болды. Өзімен 2-ші орын, Седов 3-ші орын алды. Ең бірінші сол шыққан кезім. Жаңа марқұм деді, бұл Седов бізде қайтыс болды. Жаңағы жол апатынан қайтыс болды, қателеспесем ме? Неге солай болды ма? Жоқ. Өзіне жаңағыдай бәкіл Қазақстан біледі ғой. Өз-өзіне қол жұмсады. Қол жұмсады. Жақсы. Бірақ енді әр спортсменнің, әртүрлі адамның тағдыры әртүрлі ғой. Жаңа айтып отыр ғой алмыз. Спортшылардың көбісіне қайсынан сұрамасаңызды, бұл кісілер ұлттық құрамада біраз жаңа жылдап жүреді, уақытын бөледі. Неткеннен кейін бұл кісілер жаңа спорт карьераның мансабын аяқтағаннан кейін жаңағы нестері адырап қалады ғой, бір сөзбен айтқанда. Осы мәселе бұл кісілерді көп сатырғып етеді, көп спортшыларды нететін. Бұл негізі үлкен мәселе ғой. Бұл кісілерді одан кейін де біз қолдап, жаттықтырушылыққа, бұл кісілердің сонша уақыт жинаған білім мен тәжірибесін біз содан кейін де қолдануымыз керек те. Осын нәрсе жүйеге қойылып келе жатыр қазіргі таңда. Дәл қазір. Қазірде. Одан кейін мынандай мәселе болды да. Мен жаңағы допинг дауына іліккеннен кейін 4 жылға дейін маған 4 жыл спортқа қатысуға рұқсат бермей қойды ғой. 4 жылға дейін сонда спорт саласында жұмыс істеуге болмайды деген. Жаттықтырушы болып та. Жаттықтырушы болып та, басқа спорт залдың ішіне сен кіруге рұқсат жоқ екен саған. Ол тек қана ауыр атлетикада емес, барлық спорт түрі. Бүкіл спортта, если сондай допинг дауына іліксең, мысалы, саған 4 жылға шектеу берсе, или 2 жылға, или мысалы, сен залға келіп, мысалы, тренер болып жұмыс істей алмайды екенсің. Маған осы не болды ғой маған? Мен жұмыс қалмай, сол ұзақ, сол 4 жылда уже мен образ жизнь дейміз ғой, сол уже бұзылып кетті да меніңше, 4 жылдың ішінде ше. Айтса, бірден басқа, мысалы, қойдым ба, дәл қазір мына істеп жатқан қызметіме сол кезде, мысалы, бірден кірісіп кеткенімде, может, тағдырым басқаша болып, мысалы, жаңағыдай ажырасу, мен, мысалы, бірінші жұбайыммен ажырастым, 3 баламен ше. Сондай, может, қиындық болмас па еді деп те ойлаймын да, кейде бірден кірісіп бір неге. Өзім айтып тұрмын ғой, жаңағы, түсінбей қалдым да. Сіз ойлаңыз, өмір бақи жаңағыдай құрамада жүрген, мен өзім соны немін да, құрамада жүрген спортшымын, өмір бақи ақша түсіп тұр, мысалы, үкімет пойызды, самолетті билет алып тұр, тамақ, и бір күнде сол бәрі жоқ та көріп жүр. Айлық та жоқ, мысалы, самолетіме, пойызыма билет те жоқ. Сол кезде мен, Құдай сақтасын, енді ондай нәрседен ше, бетін аулақ қылсын, біздің спортшыларымыз, Қазақстанымыз аман болсын, ондай даудан ше. Соның несіне мен, 10 жыл маған ауыр дейді да, сол қатты дейді. Өйткені бала кезде мен жаңа қатты ауыр атлетикадан қатты не қылатын, ана бүкіл чемпиондарды қараймын, бапкерім көрсетеді, мысалы кішкентай кезімде. Одан кейін өзім
постоянно анау YouTube бар, не бар. Анау чемпион қалай көтерді, анау қалай өтті, анау қалай өтті ше. Армандаймын. Өзім солардан помостқа қайтып шығамын. Солардан істеген қылықтарын істеп, соны бәрін үйреніп кәдімгі сөйтіп не қылатынмын да. И сол арман бір күнде жоқ болған кезде қайтып тұрмын ғой. Ана жаққа бір барып қайттым ғой, в общем. Негізі спортшыларда бір харизма болу керек шығар. Жаңа айтып өтті ғой. Қалай шығам, оның бәрін жоспарлап, нетуш. Мысалы мен өзім штанга спорт түрін шын айтқанда Илья Ильиннен таныдым да. Сол кісінің шығу, харизмасы, жену. Мысалы содан кейін мына спортпен жеке уже қарап, таныса, көреп, бақылап, кімдер бар екен, лидерлар кімдер бұлардың деп осылай келдік. 2008-ден кейін Олимпиададан кейін Ильяның шашын тікірейтіп, тұрып, мамасы парикмахер екенін біліп, сонымен шыққаннан кейін мысалы. Негізі біздің облыспен Қызылордада өте штанга қатты дамыған болған. Иә. Екі облыста. Әзірде де сондай. Бәсеке өте жоғары. Жетісу облысы мен Қызылорда облысы, осы ауыр атлетикадан, штанга көтеруден негізі бәсекелес деп естідім мен. Ол әлі де сақталып келе жатыр. Енді біз бірмен екі команда өмір бойы осы жақта дамысамыз ғой. Қазіргі тәжірибе алмасуымыз да осы себеп шығар. Негізі Әділет мырза мынандай да, деген жалпы ауыр атлетика бұрын андай сұрақтар қоятын еді, андай. Егер боксер мен таэквондист төбелессе кім жеңеді дегенде ше. Сол сияқты еркін күреспен штангист төбелессе кім жеңеді негізі? Енді олай білмеймін, мен ондай енді көп жүр ғой енді. Олай салыстырудың қажеті жоқ шығар деп ойлаймын. Ол өте дұрыс емес шығар. Өйткені ол еркін күрес өз бір бөлек спорт түрі, штанга, ауыр атлетика деген зілтеміршілер. Немен айтқан кезде енді UFC-де дейді шығатқан бәрісі көбісі больниктер ғой негізі. Негізі күрестің ішінде білмеймін, күрестен барлығын жақсы көремін. Енді мен әйелімде көреді, кешірім сұраймын, әйеліммен жүздейіс болғаны. Бірақ мен еркін күресті жақсы көремін ше. Білмеймін, еркін күрес бір ерекше күрес түрі. Енді әдеке өзің қанша жыл айналыстың жалпы еркін күреспен? Енді мен бір көп айналыстым деп айтпай қояйын, бір 7 жыл, 8 жыл аралығында айналыстым. Неге әдеке ары қарай күресті неге бармадың? Солай ары қарай? Енді бір балалық бекен, бір спортқа деген бір жеңілістен кейін бір суып, мен бір сондай бір не болып қалды, білмеймін біздер. Негізі осы Талдықорған қаласына көшуде себебім, келу себебім де осы спорт интернатқа түсу себеп болған. Содан кейін бір түсе алмай қалғаннан кейін де бір әттеген ай деп содан кейін осы спорттан қош дегендей бір мәселелер болып колледжге де түсіп кеттік, сонымен солай. Спорттан алыстаған жоқпыз ешқашан да. Бапкер болып істедік, әдіскер болды, қазір міне басшылық құрамда істеп жатырмыз. Мынандай дүние да әдеке. Сіз қазір енді облыстық жоғарғы спорт шеберлік мектебінің директорысыз. Қазір осы Жетісу облысынан тікелей Азия ойындарына, енді алда келе жатқан Азия ойындарына осы спортшыларымыздың баруына бірден бір себепкер болатын азаматтың бірі өзіңізсіз. Бұйырса. Жалпы Жетісу облысының, Қызылордаға көшеміз, қазір келеміз Қызылордаға, Жетісу облысының спортшылардың Азия ойындарына дайындығы жалпы. Дайындығы жақсы қазіргі таңда. Не только Жетісу облысы, жалпы Қазақстан бойынша спорт министрлігі өте жағдай жақсыланған. Қазіргі таңда өкімет тарапынан бәрі бар спортшыларда. Оқу жаттығу жиындарға тоқтаусыз өтіп жатыр. Бүткіл облыстардан қаймақтар жиналып қазір бізде Азия ойындары бар, Азия чемпионаттары өтіп жатыр, онымен бірге қазір әлем чемпионаттары басталып жатыр. Әр неге өзі аға бапкерлер қарап, балаларды қойып, уже дайындықтар басталып кеткен. Анау жылдың басынан бастап. Осы спорт саласылар, енді сіз қазір басшылық құрамда жүргеннен кейін, мысалы, мынандай дүние бола ма сіздерде әдеке, бірақ шынымен ше? Біз осы Азия ойындарынан еркін күрес 2 алтын, 3 қола, 1 күміспен оралуларын керек деген бүйтіп план қояды ғой. Әрине. Сондай бола ма, қойыла ма? Жоқ, біздің тараптан басқарма басшысы Ұлан Ғалымұлы қазіргі таңда бізде қойылып отыр. Ол тарапты біз енді сол кісінің сенімін ақтауға жалпы ұжым болып, жаттықтырушылар болып жұмыс жасап жатырмыз. Сондай қойылған. Енді бұйырса, енді бізде велогонка мықты, ауыр атлетика мықты, садақшыларымыз бар. Енді боксшыларымыз, қыздарымыз өте қарқынды келе жатыр, жасөспірімдер. Болашақта біздің Назым Қызайбалайлардың орнын басатын спортшылар дайын біздің облыста қазір бокс.
Бәрекелді. Бұйырса. Бәрекелді. Бұйырса. Тамаша. Тамаша. Әлеке сіздерде Қызылордан. Біз Қызылордан, мен былай айтайын сізге. Сіз Қазақстан атын айтыңызшы жалпы. Қазақстан. Ауыр атлетика саласын дайындығы қалай жалпы біздің? Қазір енді біздің кезіміздегіндей мықты жоқ қой қазір. Қатты мықты да Илья Ильин сияқты, Седов сияқты, Зайчиков сияқты, Жаслан Қыдырбаев, мен сияқты. Қазір алдағы уақытта болады енді. Алдағы уақытта болады. Тазасын айту керек. Мысалы мен былай айтайын да, Қызылордада мысалы кезінде біздің бапкерлердің бәрі, мысалы біз аяқ астынан ғой, мысалы допинг тауып алып, аяқ астынан спорт қойып кеттік қой біз 27 жасымызда. Илья Ильин де, мен де ше. Ешкім ойлаған жоқ мысалы біздің спорттан кетеді. Илья Ильин де спорт қойып кетті ма? Сол бәріміз допинг бірге кеттік қой бәріміз. Ильин де, мен де, бәріміз бірге. Көрдіңіз ба? Ана біздің артымыздағы, біздің орнымызды басатын резерв дайын болмаған ғой. Өйткені бапкерлердің бәрі бізге жігер күшті сіздерге салды. Бүкіл бәрін салғанда артық қап қойған ғой, түсінтісіз ба? Содан біз бірден енді қазір бізде Қызылордада бар мықты. Бірақ жаңа айтып тұрмын ғой, біз сияқты мықты емес та. Өйткені енді қайтып тай басып келе жатырмыз ғой, қайтып. Жастарымыз 17 жас, кеше неден 23 жастан ел чемпионат Қазақстан Шымкентте болды. Шымкент қаласы команда бірінші орын алдық. Енді алдағы ертең осы жерден қазір Өскеменге кетемін, 17 жас чемпионат Қазақстан. Ол жерден де Құдай қаласа қазір сондай не қойып отырмын, команда ұтуымыз керек деп бірінші орын Қызылорда. Мықты балдардың бәрін қоямын. Бірақ енді жаңа әлемдік деңгейде, біздің деңгейдегі ондай бала жоқ қой. Біздің өзім Қызылордада. Алдағы уақытта болады. Бұйырса соған жұмыс жасаймыз. Айтып тұрмын ғой, бүкіл көңілдің бәрін бізге аударған ғой. Ильинге, Зайчиковке, маған, Сыбай, Бүрстем, мысалы біз төртеуміз бәрі бүкіл сонымен арттағы нелер уже қақ болғанда қатты ше. Сол үшін жаңағы резерв қой, резерв ондағы резервтерді. Мысалы, мынау кетті ма, мынау келеді. Мысалы, жаңағындай ғой, армияда мысалы, анау армиясы 2 жылы бітті ма, 1 жылы бітті ма, мысалы, кетсе артында екінші дайын тұру деген сияқты ше. Сондай дайын тұру керек та. Бұл енді бұл бапкердің қателігі деп айта аламыз ба, айта алмаймыз ба? Енді жалпы бүкіл ненің енді нелері ғой, енді айтып тұрмын ғой, қалай айтсам болады, бұл жерде енді жалғыз бапкерді кінәлауға болмайды. Мен бүкіл жабылып деп айтсам да болады, білмеймін мен қалай айтсам, мен айтып тұрмын ғой, біздің артымыздағы әлі біздің резерв мысалы енді шығады да. Сіз ойлаңызшы, біз Илья Ильин мысалы тренировкада 250 килограмм көтерген да. 105 салмақта. Салмағы 110-нан жоғары болды. Ал ол сол кездегі мүмкін емес нәрселер ма? Қазірде мүмкін емес мысалы. Дәл қазірде оны біздің көтергенімізді қайдан мысалы қазір. Ешкім қайталап жатқан жоқ. Біздің көтергенде. Бірақ енді біздің көтергеннен де артық көтерсе екен деп тұрасың ғой, енді ішіңде балдарды соған дайындап бұйырса. Жаңағында айттым ғой, талант бала түсу керек та. Бірақ балдар бар енді. Уақыт керек, бізге уақыт керек. Ол біздің тек жаңағы ауыр атлетиканы айтып кетейінші, тағы да бәрі ертең халық көреді, не көреді, түсінікті болсын да, ел көреді ғой, мысалы. Килограмм деген бізге 200 килограмм, 230 килограммды көтеру үшін 10 жыл, 12-13 жыл уақыт керек та, түсінесіз ба? Ол ана түйе көтерсін мақұл, басқа ана тас көтерсін да, ол штанганы әкеп қойсаңыз, ол көтере алмайды да оны. Өйткені бүкіл каждый саусағынан мышцалардың бәрі дайын болу керек та. И соған жылдап уақыт кетеді, 10 жыл кетеді. Вот солай. Әйтпесе қазір небір күшті балда нелерді алып келіңізші қазір мысалы да, нелерден көріп жатыр ғой, тастарды көтеріп жатыр, түйені көтеріп жатыр, наурыздарды түйе көтеріп жатыр. Сол түйе көтеріп жатқанда алып келіңізші, мысалы қазір менің көтерген 230 килограммды орнынан қозғалта алмайды. Орнынан қозғалта алмайды. Там көтеріп былай біз сияқты талшөк істей алмайды 230-ға. Қозғалса бет қозғалтатын жан, дизесіне дейін әкеп, кіндігіне дейін әкепші мысалы да. Былайынан жоғары алып біз сияқты көтере алмайды. Сол көтеру үшін 10 жылдан аса уақыт керек. Сондай жағдай. Белгілі дәрежеде онда енді бұлшықеттер дайын болу керек. Одан да миы дайын болу керек та, одан кейін килограммға, салмаққа. Соны көтерем деген ма? Иә. Ол тоже кейбіреулер қорқады, мысалы, сен аны көтеріп алып астында қалып қойсаң. Сен ойлаңызшы 200 килограмм астында талай құладық қой мысалы үстімізден түсіп. Негізі қарап отырсаң, былай ауыр атлетика деген негізі бір
Білмеймін, бір есі дұрыс адам барып айналысатын спорт сияқты емес сияқты меніңше шын. Негізі ауыр атлетика деген өте психологически ауыр спорт негізі. Жаңағы зілтемірші бар ғой, жаңағы қанша килограмм көтеріп тұр, тура сонша килограммдық өзінің психологический нагрузка алады негізі. Бұл кісілер өте психикалық тұрғыдан өте мықты даяр болу керек те. Бұл жақта әр килограмм, әр грамм бұл кісілер үшін рөл ойнайды. Ол может бізге сырт көзден жеңіл көрінетін шығар. Мен қазір спорт саласында бұл кісілермен тығыз қарым жұмыс жасап отқаннан кейін штанга бөлімінің спортшыларына қарағанда олар психологически өте дайын болу керек. Өйткені бұл кісілер жаңа жарысқа шыққан кезде жаңағы әр килограммды есептеп, анау қанша береді, мынау қанша, бұл кісілер зерттеп жүру керек, кім қанша килограмм көтеріп жатыр деп бұл кісі көріп тұрса, жаңа өзі де айтып жатыр ғой, жаңа біреу осынша килограмм мен 230 килограмм көтеріп жатқан кезде біреулер 218 килограмм мен 220 килограммен алтын алып жатыр дегенде сен жаттығу барысында может көтере аласың да, жарысқа барғанда кішкене бір жанып кету дейді бізде спортта, сондай болып қалуы да мүмкін де. Мысалы профессионал дейміз ғой, профессионал әр адам өзінің ісінде профессионал болу керек та. Мысалы бәрі водитель да, бәріміз машина айдаламыз, бірақ Шубахер сияқты ешкім айдамайды машина. Дұрыс па? Сол сияқты ғой, әр адам өзінің ісінде маманы болу керек та, профессионал. Енді ол тек қана ол килограммды ғана көтеріп қою емес та. Бұл жерде көп нелер бар. Мысалы, мынандай бір профессионалдық мен айтайын, мен мысалы өзім дайындалып жатқан кезде, енді қазір заман дамып кетті ғой, интернет барлық жерде. Мен қай шетелде бүкіл қарсыластарым чемпионаттарында қаншадан көтеріп, соның бәрін біліп отыратын мен. Россияда мен қарсыластарым қанша көтерген, Украинада, Белоруссияда, неде чемпионат Қытайда қанша көтергенден, бүкіл нені мен информация өзім біліп отырамын, өзім қарсыластарым. Вот профессионал деген сол да өзі, спортшының. Соны зерттеп, ондайға барады, қанша способен, мен қанша көтергім керек. Былайша бүйтіп қарасаң, осының бәрі шығады да. Одан кейін жарысқа алдында қандай режим мысалы. Одан кейін бізде қазақта жаңа білесіз ғой, той көп. Бесік той дейді, оған да шақырады, келген әйелдер баратын неге, оған да шақырады, анау дейді, тіл ашар дейді. Көп қой енді той ше, ол тойдың бәріне бара берсең мысалы. Сен үшін барып, сол туысқандарың бәрі сол штангы көтермейді ғой, қасыңда тұрып көмектесуді көтеріп. Мысалы оның бәрінен отказ бересің да. Иә. Бүкіл той томалақ, бүкіл қызықшылық, барлығынан қаласың, жолдастардан да, класстастардың жиынынан да қаласың, иә? Бірден бір тоже ойлайдым да, кейде сол, мен үйлендім 20 жасымда, 21 жасымда үйлендім. Үйленгеннен кейін, 17 күннен кейін осы Талдықорғанға сборға алып кетті ғой мен, дайындыққа. 17 күннен кейін, үйленгеннен кейін. Сөйтіп, өмір бақи сөйтіп жүрдім ғой. Жаңағындай ғой, қабат қылып кетесің келіншегіңді, кесең туып тұрады. Шынымен ол күлетін нәрсе емес. Кәдімгі кетіп баратқан кезде аяқ ауыр болып аяқ ауыр болып, содан кейін бір кезең қарны бет шығып жатады. Бір кезең босанды. Бір кезең мен айтайын сізге. Мен өзім осы 2 ұл, 1 қызым бар ғой мысалы. Үшеуіне де роддомнан шығарған емеспін ғой. Болған жоқпын ба. Екінші ұлымды босанған кезінде, екінші ұлымды 3 айдан кейін көрдім ғой. Өйткені дайындық уже әлем чемпионатына уже қалды да, уже болды, уже бара алмайсың. Осақта уже Талдықорғанда жүрдім өзі, сборда, дайындықта. Үштөбеде де бір 18 күн сборда болдым. Дом Азер Николаевичке бар. Бұл кісілер көп уақыттың негізі мен жұмысты ең алғашқы бастаған жерім Текелі болатын. Текелі спортмен. Бұл кісілер осы Текеліде менің білуімше бір 4-5 жыл уақыттарын сол жақта өткізді негізі. Среднегория ғой бізде. Ауыр атлетика саласы Текеліде көп оқу жаттығу жиын жасайды екен. Иә. Біздің основной база сол жақта болды. Мен сол жақта 6 жыл ма, сондай 7 жыл ма түрін дайындық жасадым ғой. Үштөбеде бір-ақ рет сбор жасадым, бірақ менің бүкіл көп жастық шағым, көп дайындығым Илиалиннің менің осы Талдықорғанмен Текеліде өтті ғой біздің. Бүкіл жастық шағымыз ше. 20 жасымыз, 21, 22, 23, 24, 25 бүкіл осы жақта өтті ғой. Орда жасадым. Ең әдемі тәтті кезеңдері Талдықорғанда өтті ғой. Бұл кісіге Талдықорғанды таныстырудың қажеті жоқ. Текелі мен Талдықорғанды бұл кісіге таныстырудың қажеті жоқ бұл кісіге. Одан кейін жастарда жарысқан кезде
мен бұл жақта Талдықорғанның болельщиктерін көптен аталар, көкелерге айқайлап, о, Алмасжан, қара бала, давай, Найман деп айқайлайды ана не деші. Көптігі мен нелерім. Вот солайынан да ол, енді бәрі ол Аллах Тағаладан не қылатын не ғой, мен енді солай сөйтіп үйлендік. Одан кейін үйленгеннен кейін де сол кезде мода болатты ғой, қарын шығарып үйлендіруші, жықты қойшы. Сонша ауылға апардым ғой, үйләйін барда мен неме ауылға. Мен ауылым жаңа айттым, Жандарбек Мәлібектің ауылы елтаңбаны аттыры. Екпінді деген ауыл, Шаңақорған мен Шелдің ортасында. Сон бүкіл ауыл жиналған ғой, әлі Илайлинді көреміз деп. 2009 жылы, ол 2008-де олимпийский чемпион. Августың 16-сы как раз. Пигында. Иә, көннеген бір 50 градус па бір ыстық шара. Шілде ма? Иә, август. Мә, сол кезде үйленіп. Соны ана үстінен келіп шапан жауып жатыр. Басына кезіп бүкілі келіп құшақтап, бұлш бетіне сүйеді. Соны үйлі қайтады, Алмас, мә, не деген туысқандарың көп, қандай туысқандарың деймін. Мен бұлардың бәрі туысқан емес, бұлар ауылдастар, көрші ауылдар, бүкіл ауыл, көрші ауылдардың бәрі келген. Ана жерде бір 1000 адам бар жүр ғой, тойда ше. Адам деген көп сөйтсем, ана бүкіл мен туысқаным деп жүрген ше. Бәрі туысқаным деймін ғой, туысқаным бүкіл ауылда. Әулет емес, ауылдың. Ауыл деп жатырмын ғой. Бізде қазақта айтады, бала келсе шал сәлем береді деген сол болып тұр ғой бізде. Енді бұл бейбіт заман батырлары ғой бұл кісілер. Бірақ енді ешқашан мен уже шынымды айтсам өмірде уже өкініп уже болғанмын уже енді шынымен өз-өзіме позитивпе басқаша қазір немен өмір сүріп жатырмын да. Уже олимпиада кетті, шынымен қайғырдым. Одан кейін шынымен де анау сен үшін ешкім страдать етпейді, өзің ғана келген ғой. Өзің көріп отқан спортшыларға да айтамын, өзіңді бірінші ойламасаң, сен ешкім ойламайды. Бірінші сен жақсы болсаң, бәрі жақсы болады. Сен жаман болсаң, жаман болады. Мен соны түсіндім да. Өйткені мен шынымен де жаңағындай бір сөзді жақсы жаттап алғам бір тәбірінен. Безалабырный деп өмір деп айтады жаңағындай. Безалабырный өмір сүріп уже артынан шаршадым да. Порядочный болып жүру керек та. Сонда яғни қазір болашақ болатын чемпиондарға осы жерде пайдаланып отырып айтатын, спортта неше түрлі жағдай болады да, жаңағындай. Жарақат болады, травма болады. Шынымен, даже 3 чемпионат миріңнен да ұтылып қалып, может 4-ші чемпионатын ұтасың. В общем, ешқашан үміт үзбеу керек қой, менің түсінгенімше. Жаңа үмітсіз шайтан дейді біз қазақта. Үміт тек қана үмітсіздер шайтандар ғана деп ше. Үміт бар ма? Мысалы менде де сол осы үмітім алып шықты. 10 жыл қиналдым. Бірақ ішімнен мен бәрі жеңіп шығамын, мен шығамын. Маған адамдар мен кәдімгі сен болды уже алмассың. Сен уже бомжсың деді ол маған. Бомжсың ғой сен. Кейбір достарым да айтты, кейбір танитын да бомжна. Хорошо дедім, сөйтіп айтып тұрсаң мақұл дедім. Мен бүгін бомж сияқты болып тұрған шығармын сенің алдында. Соны мен просто қазір болашақ келе жатқан, атымызды қуып қайтқан спортшыларға айтамын да, өмірде. Мақұл енді жаңағы Құдай сақтасын, енді бұнандай допинг дауы деген ешкімнің басына әкелмесін да ондай нәрсе. Басқа да жарақат алсын, нағысын. Может жарақат алып қалғанда енді чемпион бола алмай қалды, не істейсің енді. Мысалы мен де армандадым, олимпийский чемпион боламын деп. Өмір бақи армандадым, боламадым. Бірақ олимпиадаға қатыстым, 7-ші орын алдым. 2-ші олимпиадада допингте ұсталып қалдық мысалы да. Бәрімізді ұстады, допинг деді, бәрімізді құртты. Мысалы да, адамның арманы әрқашанда бола бермейді ғой. Дұрыс армандаған дұрыс. Бірақ жаңа айтып жатқаным, жаңа ертең жас спортшылар көреді, біз мына осынша. Не істейсің, олимпийский чемпион боламадың, может сен ертең олимпийский чемпион дайындайсың. Біреу емес, 3-еуін дайындайсың. Может 5 оқушың әлем чемпионын дайындайсың. Құдай былай бермесе, былай береді. Мен де қазір сондай арманда жүрегімде. Енді олимпиаданы армандадым. Олимпиадада өзім болдым, 7-ші орын, бірақ пьедесталда тұра алмадым да. Пьедесталда шақ орын ғой. Мен тосын спортсмендерге де бүйтіп айтамын спортшыларға. Пьедесталда шақ орын, 1-ші орын, 2-ші, 3-ші орын. 4-ші орын, 40-ші орын, 80-ші орын, ол бәрі бірдей деймін да. Сен 4-ші орын ал, хоть сен 80-ші орын ал, пьедесталда шақ орын. Сол 3-інің біреуіне тұру керек болды. Мен солайынан мотивация беремін да балаларға.
А сен 4 алып қалдың, ойбай 5 алып қалдың. Мен отырмын мысалы олимпиадада 7-ші орын алғаншы. Сен олимпиадада 7-ші орын алған екенсің. Ешкімге қызық емес қой. Олимпиадада қызық, әлем чемпионатында қай жарыс болсын. 1 мен 3-ші орын қызық қой, бұл басқаша. Мен бірақ 1-ші орын ғой, 1-ші орын емес, 1-ші орында чемпион. Вот солай. Спортшылардың атын бәрі білу мүмкін да деке, иә? Бәрі білу мүмкін, бәрі тану мүмкін. Бірақ 1-ші орын алған олимпиада чемпион ол мәңгілік есте қалады ғой. Ол деген. Адам біреудің естілігінде қал үшін жаңа айттық қой, жаңа тағы да харизма сондай бір болу керек спортшыларда. Ну, штангисттарда ол бар. Да, ол бар. Ол сол харизмасымен, несімен, бір мінез құлқымен халыққа ұнақ қалады да. Содан кейін бір жақсы бір жаттылық болады спортшылар. Мен сөзіңізді бөлейін, мен бір есіме түсіп отыр да, әдеке келген кезде кімге ұқсады, бұл кісінің еркін күрестен былай ерте кетуіне бір әншілікке қарай бір қабілеті бар сияқты. Бейнесі бір әншілерге бір Мейрамбек Бесбаев болып тұрған жоқ па? Сіз өзіңіз бір анда Мейрамбек Бесбаевпен бір капкрашпен отырған сияқты сезініп отырсыз ба бізбен? Сізге дайындалдық қой біз арнайы. Бауырым красавчик екен өзі. Тамаша. Осы енді ғой танысып алыватқанымыз. Жақсы, жақын араласып, осы кешке келе берші. Өзімен мысалға сондай жүрегіме жақын көріп, бауырым, Құдай қаласа әлі де араласып, әлі алдағы уақытта жақсы араласамыз деп сондай неден Бұйырса. Қалса. Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, еркін күрес депші. Еркін күрес негізі Жетісу облысында мықты болған ғой. Болған, әлі де ол бар. Негізі Чоқан деген ауылды білесіздер ма? Чоқан деген бізде Қазақстан бойынша көп еркін күрес майталмандар бәрі біледі. Мини Якутия дейтініміз ғой. Кішігірім. Чоқан балалары келе жатқан кезде... Чоқан деген бұл Кербұлақ ауданы, иә? Кербұлақ ауданында өзіміздің сол жақта Серік ағай бапкер бар. Сол кісінің дайындаған қай бапкер қандай спортшыны алмасаң да 6 спорт шеберін дайындаған ғой ол кісі. Азия, әлем чемпионын дайындады ол кісі. Қазір ше? Қазір ол кісі пенсияда, қазірде ол кісі спортшылар дайындау барысында. Құдай қаласа енді алда үлкен жетістіктер болады дейсіз. Болады бұйырса, иә. Еркін күреске үмітіміз үзбейміз. Грек-рим, еркін күрес, жаңа айтып өткен бізде велогонка, садақ, боксымыз, біздің қанымызда бар ол спорт түрлері. Иә. Дзюдо. Ізденісте көп болу керек қой негізі. Спортшыда и бапкерде ше. Көп іздену керек қой, сұрап, қанаяқтан. Ол кісілер тарих қой. Ол кісілер бір жатқан кітап қой. Ол кісілерден біз ол кісілерді пенсияға шығарып салып болды деп қоштасып жіберуімізге болмайды. Ол кісілермен ақылдаса, кеңесе, бірге жұмыс жасауымыз керек. Ол кісілердің айтатыны, тәжірибесі өте мол ғой, көп. Соның бәрін біріктіре келе үлкен жетістіктерге жетеміз бұйырса. Құдай қалса, иә. Енді үлкен Азия ойындарынан енді үлкен жеңістер күтеміз. Жаңа сіз бірдеңе бастатса айтам дедіңіз да? Қайсына келіп едік? Несін айтып өтеді? Бұл кісінің несін айта өтейінші? Бұл кісімен алдында екеуміз бірінші күн танысып, оқу жаттығу жиын басталды. Сол күні спортшылармен етіп жатыр, дайындық жатыр, содан кейін екеуміз сұхбаттасып отырып. Бұл кісіде осындай спортшыларға не жасап отыр екен практика? 100 ағылшыннан словарный нелерді жаттатқызып отыр екен спортшыларға. Біздің спортшыларымызда 100 сөз ағылшыннен жаттатқызып, қолданыста баршы. Өте тамаша мысалы. Осы тәжірибе барған кезде адрес сұрау, тамақ сұрау, медицинаны сұрау, көшені сұрау, осындай бір қолданыста болатын 100 сөз ғой. Біздің айтқанда тілдік лексиконымыз ғой. Нан сұрап жеу ғой. Иә, шетел. Бытовой сөздер ғой, 100 сөзді. Қолданыста бар. Осы сборда 100 сөз жастаңдар деймін. Ендігі сборда 100 сөз жастайсыңдар. Одан кейін сол 100-100-ден істеп. Тәжірибе алмасу деген осы ғой, міне. Бір-бірімізден алып отырмыз. Бірақ 100 сөзді жатқа айтатын болсаңдар,
менен подарка бар дедім. Поощрениесі бар дейсіз ғой. Если 100 сөзді жаттап айта алмайтын болсаңдар, подарка жоқ. Әлеке, болашақта мынадан қорықпайсыз ба сіз? Осындай спортшыларды дайындай келе, сөзде бәрін қатар жаттатып, ертең балаларыңыз аудармашы болып келеді деп. Аудармашы, ертең спортты қойғаннан кейін даже аудармашы болсын деп, бәрі спортты қойғаннан кейін. Спортты қойғаннан кейін барлығы мұғалім болып жүр дейсіз ғой? Міндетті түрде бәрі не болып кету емес қой. Может, чемпион болып кетті, бизнесмен болып кетсін. Тамаша. Тіл білген жақсы ғой, ол шетелге барған кезде бір сөзбен айтқан маймыл секілді қолмен жестикулировать етіп тұрғанша, әрине бір сөздерді қолданыста білген. Егер Әдекең мынаны айтпағанда, Әлекең сіз айтпайын деп тұрсыз. Құрметті спортшылар, мұны керемет лайфхак екен. Күніне бір сөзден 100 күнде 100 сөз жаттайсыз. Ең басы ұмытпау керек, ештеңе мәңгілік емес. Ештеңе мәңгілік емес. Міне, Олимпиадаға қатысқанда кісі спорт саласында талай жыл жұмыс істеп, қатысып, спортсмен болып, спорт шеберіне жеткен де азамат отырды. Бірақ күні бүгінде спортты қойды, бірақ алыстаған жоқ, да? Біреу бапкер болды. Ертең сіздің спортшыларыңыз жеке-жеке ағылшын тілін үйрететін курстар ашып жатса, керемет емес пе? Жоқ, жаңағындай ғой. Білімді болған ол ешқашанда не емес қой. Барлық жағынан ше. Мысалы мен өзімді қатты білімдімін демеймін, бірақ любой адаммен охотник болса охот жайлы сөйлесіп кетемін, қойшы болса қойдың несі малдың жағдайымен сөйлесіп кетемін, анау болса анау любой жерде сөйлесіп кете беремін. Бірақ жаңағы дегенмен де одан кейін андай тағы да бір не бар да, спортшыларға дополнительный марафон тоже 100 отжиманий, 100 пресс күніне. Күніне. Ол қалай? Мысалы подъемнан басталады, азанғы подъемнан. Кешкі отбойға дейін ше. Ол тағы да дополнительный да, түсініп па? Ауыр емес па бұл? Ауыр емес ол. Сен мысалы есіңе түсіп кетті, 10 рет жасап алдың. Өстіп мысалы қазір отырдың да, сөйлесіп отырдың. Досым тұра тұршы дейді да, 10 рет жасап алдың ше. Өстіп азанғы сағат мысалы 8-де ұйқыдан тұрдың ба, кешкі сағат 11-ге дейін 100 отжиманий, 100 пресс. Не келген кезде сондай марафон да. Осыны давай. Ол бірден эффекті бермегенмен, ол 3 ай, 4 ай, 5 ай, 6 айда мен ана қазір ғана қарным шамал басшы. Мен ана неде Инстаграмда нелерім бар ғой, кубиктердің бүйтіп тұрғандар ше. Пресстердің бәрі. Тоже ол балайынан қарасаң бір жаймен бір ешқандай не емес сияқты да. А ол бүйтіп ең соңында келіп жиналып келген кезде 235 килограммдарды көтересің да, түсіндің ба? Тынбай еңбек аяғында нәтижесін береді дейсіз ғой. Жаңағындай ғой менде тоже қазір айтып жатырмын. 100 қазақша, 100 ағылшынша 100 сөз, орысшасы переводы, одан кейін переводы жаңағы несі бәрі қазақша ғой. Сіз қызылордалық балдарға үйретіп жатсыз ғой, не? Қызылордалық балдарға орысша да үйрету керек бола ма? Енді біздің Қызылордада енді көбінесе бізде қазақ ғой, бізде даже орыстармен қазақша сөйлейді ғой бізде. Сіздер жақта ғой, Талдықорған, Текеліде орыстар, бізде кәдімгідей Құдай қаласа деп қойып сөйлейді орыстар. Шын айтамын сіздерге, біз Қызылордада кәрістердің өзі қазақша сөйлейді судай. Мен өзім тренерім де сондай мысалы. Бүкіл қазақша сөйлейді мысалы. Жақсы. Рахмет. Алмас мырза, Әділет мырза, Әдеке, Әлеке, уақыт тапқандарыңызға. Білесен, YouTube-та көп дүниені енді уақытпен ғой енді. Сөзсіз, сіздермен таңға дейін отырып әңгіме айтатын дүниелер де көп екен. Енді біздің әңгіме дүкенінің соңында сіздерден спортшыларға 3 кеңестен, Әділ мырза, сізден бастайықшы. Енді спортқа келейін деп жатқан және спортта жүрген және спорттың пигіне жетуге бір адым қалған 3 азаматтар, соған 3 кеңесіңіз. Енді ең бірінші кеңесім қарапайымдылық деймін да. Спортшыдан ешқашан қарапайымдылық кетпесе, оны спортшының көтеретінде, өшіретінде халық қой, жақсы көретінде халық. Сол қарапайымдылық, білімділік, енді бүткіл ортаға өзің мінезіңмен, біліммен сиясың ғой. Дүниеңмен сыймайсың. Әлбетте. Дүниең үлкен болса, тем более сыймайсың дейсің. Енді тағы не болса кетсек болады екен. Сіз не сияқты?
байқап мен көзінен байқадым бір мына жерінде бірдеңе тұр әлекең ше. Енді біз бірінші рет бұндай сұхбатқа келіп тұрғаннан бір толық может ашыламай тұрған шығармыз. Бірдеңеге жеткізе алмай тұрған шығармыз. Бір ана алалап осы шығарып шықпай жатыр. Мен тартқым келіп отыр, шықпай жатыр ше. Әлекең жақсы айтты да, ішіндегісін айтып жатыр да. Жақсы. Келесі ойда болады екен сізбен Әділет мырзамен тағы да. Сізден бастама жаман емес. Мен айтарым мынандай ғой. Мен әлде айтып келе жатырмын, айта беремін да, спортшыларға айтарым ғой, атақ деген ол сезім деген ол же оны сөзбен айтып ол жаңағы баяғыда сіз Шаншардың несін көрдіңіздер ме анау? Уәли мен ана Жүсіптің қасына чемодан доллар қойып қойған кезде ана құдасымен ол ана атақтың менің бу деген ол жаман да ол ше. Саған ана бәрі позволен, дозволен сияқты сені бәрі сыйлайды, бүкіл есік ашып, ол сезімде де қатты да ол ше. Енді білмеймін, мен қатты біреуден ағған жоқпын, бірақ сол осы сезімде өзін дұрыстап ұстау керек та. Спортшы же. Осы жерде, осы каляда, осы кереметтің ішіне өзіңді жоғалтып алма дейсіз ғой. Соны айтам. Одан кейін атақ, ақша болғаннан кейін мен мынау 3 нәрседе ең бұл не только спортшыны бәрін, бірақ көп спортшыны осы бұзған ғой. Игромания, наркомания, алкоголизм ғой. Осы 3 болезнь ауру ше. Көп наркоманиядан өлген, передоздан өлген спортшылар да көп. Атақты спортсмендер. Игроманиядан да көп кеткен. Одан кейін алкоголизмнен көп кеткен да. Мен осы спортшыларға айтатын, өзімнің қазір басымнан өткенін айтып жатырмын да, мысалы мен спортшыларға, Қызылорда осында өзімнің оқушыларыма. Осы үшеуіне жоламаңдар деймін. Осы үшеуіне егер жоламасаңдар, алкоголизм, игромания, наркомания, өмірлерің бәрі нормально болады. А если осы үшеуінің біреуіне уже игроманияға кеттің ба, болды ғой, сен өмірің дұрыс болмайды уже. Жаңа Олимп постоянно, ананы адам қарызы қылады, адан қарызы қылады, ананы алдап кетеді, үйін алдап кетеді. Олимп жаңа қазір 10 мың теңге тіксем 100 мың теңге ұтамын дейді. Барата 10 мың теңге ұтып 100 мың теңге ұтады. Ой, енді тағы да 10 мың теңге сөйтіп келеді да апшым ең соңында алаяқ болып, сондай игроман болып кетеді. Наркоман да сондай. Алкоголизм де сондай да. Осы мен білмеймін енді өмір қалғандарын сендер өмір өзі дұрыстайды деймін да. Осы сендер таза өмір сүріңдер. Болды. Атаққа қазір келеді, артымыздан ертең дайындалып жатыр ана балдар. Ол басқаша сезім да. Мысалы сені мысалы президент танып тұр. Мысалы Ақордаға 2012-де барғанда алмас деп. Ойлашы өзі қандай сезімде боласың да. Сен президентпен сөйлесіп тұр. Әкім сенімен тамақ ішеді, шай ішіп әңгіме айтады, министрлермен. Ол деген тоже үлкен нәрсе да. Көтере алу керек дейсіз ғой. Басқаша шынымен. Ол сезім дегенше ол жаңағыдай. Мысалы жолда келеді, мысалы сен гайдың өзі де ұстамай гаишниктер сыйлайды да. Соның бәрін бағдаршам деген светофор деген нәрсе білмейтін едім десеңізші. Жоқ, оны светофор тоқтайсың ғой, бірақ жаңағыдай ғой енді. Сөздің шыны мен ол кезде бала болдым да. Мен 24 жастамын, 23 жаста атақ деген ұрып тұр. Еркелейсің, еркелігін көтереді. Ол кезде еще жаңағыдай ғой, қазір мынандай сергек, Инстаграм, ана-мынау деген жоқ. Қазір жел жіберсең де қазір ертең шығады, ана бояумен ше, тағы сондай шығады, тағы ше, жүрек еткізіп. Бүкіл нәрсе уже шығып кетті ғой қазір ше. Дұрыс па, қазір опасный да қазір ше. Бір кішкентай бір не жасасаң даже өмір бақи өзіңе не жасап алуың да мүмкін да. Сол үшін тоже жаңағындай абай болу керек та. Мен осыны спортшыларға да айтамын. Қазір бізде әлі уақыт бар ма? Бір шамалы сөз айтып жіберсем. Әлбетте. Медвежья услуга деген білесіз ба? Медвежья услуга деген былай. Қоян мен аю екеуі өте қатты дос болған ғой. Екеуі деген қатты дос аю мен қоян же. Сонымен қоянның маңдайына маса шағып тұрады ғой анан. Маңдайын қоянның. Аю айтады, досым қимылдама дейді да, қазір маңдайын маса шағып тұр, өлтірем масаны дейді да. Сөйтіп аю борған кезде масамен осы қоянды өлтіріп жүреді да. Өзінің досыншы. Медвежья услуга деген сол да. Сіз мысалы өзіңіздің досыңызға жақсылық істеймін деп тұрып, жамандық істеп жүргіңіз. Зиян дегеніңіз. Зияныңыз да, түсіндіңіз ба? Мысалға кеше мен ана жаңағы менің нем жаңағы
Алмас осындай алкоголизммен тәуелді 6 ай жаттым, алқаш болып кетті, ана мына. Одан кейін кеше достарым Қызылордада жүрген кезде шақырады ресторандарға, кафелерге күнде ше, мысалы. Ол достарым ішіп отыр, мысалы, пиво ішіп отыр, ана мына, мысалы, басқа да адамдар отыр. Одан кейін басқа адамдар да тоже, мен баяғыдан енді Қызылорда кішкентай танимыз бір. Алмас келсе, столымызға қонаққа келсе деп әңгіме айтқысы келеді. Мен барам, әңгіме айтам. Столда пиво тұр, арақ тұр, например, да, кальян тұр, ана мына арақтар тұр болса. Ана жақтан бір алады да түсіріп жүреді да. Сені суретке ше. Сөйтеді да Инстаграмға сала салады да. А сен отырсың алдында нерде арағың тұр, пивың тұр. Сосын айтады, Алмас біздің қойдым, жұмыс істеп жүреді ғой, әлі ұрып жүр екен ғой деп, мысалы, басқа бір бастықтарға басқаша жеткізуі мүмкін да. Әлбетте, әлбетте. Соғысы медвежі услуга осындай да. Мысалға, мен соны достарыма айтамын, сендер ішіп отырсаңдар да, не қылсаңдар, ішпеңдер вообще деймін да. Көріңдер ғой мен не болғанымды деймін да. Живой пример. Сендерге басқа, Америкаға қарап не істейсіңдер? Маған қарасаңдаршы, аулақ болсаңдаршы, одан деймін да. Осы нәрсе да, жаңағындай. Осыдан тоже абай болу керек та, біреуге жақсылық істеймін деп тұрып, жамандығыңды тиіп кетуі мүмкін да. Одан кейін өткенде де жаңағындай, бұны неге айтып жатырмын? Өйткені ертең ел көреді, халық көреді. Мысалы, жаңа кейбір жігіттер ренжігендері болды да, мағанша. Неге дастарханға түспейсің, өзіңше аға бапкер болып менсінбей кеттің, маған мынау дейді да маған. Айтамын, бауырым кетті шығып, ана жаққа барып түсейікші, болмаса. Или жүр кеттік біздің үйге, ет астайын, амаш келді. Столына отырғым келмей тұр дейді, арақ пиво тұр да. Қазір сондай өз-өзіме енді аптан жаңағы не дейді, ауызы күйген адамына мұздай суды өрлеп ішеді дейді, мен действительно сөйтіп жүрмін да қазір. Мысалы да. Осындайлардың бәрінен абай болсын деп, сондай спортшыларға ертең, қазір күнде айтамын мен, қазір сендер ешкім танымайды, ертең бір моментте сенде олимпиаданың ұтасың, ақша, машина, X5, ана мына бүйтіп кетесің. Соны абайлау керек та тоже. Біздің бүйтіп қарасам, біздің ошибка, қараңыз сен, Ильяда, мысалы, менде, мысалы, біздің алдымызда біз бүйтіп көріп тәрбие алатын, именно штангын айтып жатырмын, звезда болған жоқ та біздің Қызылордада. Біз звезда болғанда біз ғана звезда болдық, біз болдық па, жаңағындай. Звезда деп айтады ғой, жаңағы спорттың жұлдыз ауру деген. Сол бізде ғана болды. Өйткені біздің алдымызда, бізде чемпион мира, призер мира деген біздің алдымыздағы поколениеде жоқ ондай. Олимпиададан орын алған деген. Біз болдық, бізде деген айтып тұрмын ғой жаңағындай, самолет, айлық деген миллиондап, мысалы, осының бәрін Александр Зайчик деген бар, чемпион мира болған. Менің братишкам Қызылордада интернатта оқыған Александр Зайчик. Одан кейін Олимпиадада неде Бразилияда 3-ші орын алды. Өзі ұлты орыс, пиво өмір ішпейді, пиво арақ вообще ішпейді. Мысалы, көз көрді ол бізді. Бәрінен айырылғанымыз. Қазір оның жағдайы нормально, өзімен өзі өмір сүрді. Соны мен спортшыларға айтып жатырмын да, сендер анау Америкаға қарамай-ақ қойыңдар, мына жаққа қарамай-ақ қойыңдар. Бізге қарасаңдаршы, маған қараңдаршы. Қазір шамалы оқыңдар. Кішкентай бір нан жабатын не болса да, пекарня болса да ашып қойыңдар деймін да. Қазір ақша тауып жатқан спортсмендерге айтып жатырмын Қызылордада. Бір самсахана болса да ашып қой, шамалы бизнес істеп, бизнесің жүрсін, тірлігіңді істей бер, мына жақтан түнеріктің жасай бер. Или болмаса ипотекаңа сап қой үйге деп ше, жаратпа деп. Осындай, менде осындай информация болмады, мен ойладым ғой жаңа. Өмір бақи спортсмен боламын, өмір бақи. Осылай кете береді. Мен осылайынан кейін допингтен ұстап қаламын деп, мысалы мен 100 ұйықтасам да, 1000 ұйықтасам да түсіме кірген жоқ қой, мысалы допинг дауы болады деген же. Мен бүкіл проблеманың бәрін Олимпиадаға ысыра бердім да. Қазір Олимпиададан шығып аламын, Бразилияны ұтып аламын, бір аяқпен жүремін де ұтып аламын. Сосын өмірімді бүйтіп істеймін, ана жақтан Алматыдан мынандай үй аламын, Астанадан бүйтемін, мына жақтан бүйтемін, сөйтемін, отқа басын күйітемін деп өзім қолымды. Осы ол действительно нәрсе да ол. Қазір жұлдыз болып жүрген спортсмендерге тоже айтамын. Даже допинг дау болмасын, момент сен Құдай сақтасын енді, алға бетіне аулақ қылсын, қолың сындырып алдың да. Болды, бітті сен извини дейді, болды, сен бірінші нөмір емессің уже. Сол үшін де қандай жағдай ситуацияға дайын болу керек екен, мен түсінгенімше. Мен осы ситуацияға дайын болмағаннан осындай не болып қалдым ғой. Өмірден былай сындым да, короче. Жаңа бәрі қайталанып кетті да, ана жақтан развод, мына жақтан допинг, ана жақтан ажырасу, мына жақтан кредит, өз түсінбей қалдым да. Ішімдікке барасың, ішімдік ол действительно обезболивающий ғой, арақ деген ше. Бірақ
уақытша да. Сені уақытша герой қылады, уақытша сені осы кімнің Илон Масктың туған бәлшіксі болып кетесің ғой. Қиял әлемінде жүресің да. Көрдіңіз ба? Сондықтан да осы ал болашақта жұлдыз болатын спортшыларымыз осындай қателіктерді істемесін деймін де. Айтатын ақылым осы. Жақсы. Жақсы, тамаша. Сіздің оқиғаны бір көз алдыға әкелгендей болдыңыз ғой енді. Оқу жаттығу жиындары әлеке тағы да жемісті болсын, табысты болсын, жеңісті болсын дейміз. Құдай қаласа алда келе жатқан Азия ойындары, әлем чемпионаты, одан кейін төрткүл дүние таңғала қарайтын, таңырқай қарайтын олимпиадада болады. Олдан да табысты, жеңісті күндер болашақта күтеді деген ойдамыз алда бізді. Енді сіз екеуіңіздің дәл осы ойындарда жақсы жеңіске көтерілетін спортшыларға әсерлеріңіз тікелей. Сіз бапкерсіз, сіз бапкерлермен спортсмен жұмыс жасап жатқан басшысыз. Сіздерге де болашақта тек қана табысты күндер, жеңісті күндер тілейміз. Өздеріңіз жетпеген жетіске шәкірттеріңіз, балаларыңыз жетсін дейміз. Рахмет. Қадірлі YouTube арнамыздың көрермені, біз осымен аяқтаймыз. Болашақта енді сіздер үшін тағы да спорт саласында жақсы ақпарат, жақсы дүние қажет болса, бұған комментария жазып кетіңіздер. Ой, алда бұның осы подкастың жалғасын көргілеріңіз келсе де жазып кетіңіздер. Жетісу лайф бізбен бірге болыңыздар. Баршаңызға жақсы күндер.